Сәлемнің бірнеше түрі бар. Ел аузында Төле би 90 жасқа келгенде қаз дауысты Қазбек сәлем бере барыпты деген. Бірінші, алыс жолдан келген жолаушы немесе сол елдің адамы ауыл ақсақалдарына, белгілі адамдарға әдейі іздеп келіп сәлем беру қалыптасқан ұлттық дәстүр. Кейде алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы шал сәлем береді дегендей, жөн білетін үлкендердің өзі барып сәлемдесетін де жол бар. Егер сәлем ер адамға қатысты болса, сәлем берді деп айтылады. Екінші, сыйлы ата, ене, қайын ағаларына кездескенде, көргенді келін оларға иіліп сәлем салады. Үлкен кісілерден табақ қайтқанда да келін сәлем жасайды. Ондайда біреу келіндеріңіз сәлем етіп жатыр деп хабарлайды. Үлкендер оған риза болып батасын береді. Келіннің сәлем етуі әдептілік пен сыйлаудың белгісі ретінде қабылданады. Сәлем әйел адамға қатысты болса, оны сәлем етті дейді. Үшінші, сәлем етудің тағы да бір өзгеше түрі де бар. Егер бір адамның мойны құяң болып басын бұра алмай қалса, онда ол кербез адамның сыртынан сәлем қылуы керек. Халық ұғымы бойынша құяң сонда жазылып кетеді деген сенім болған. Мұндай сәлем қылудың аяғы көңілді күлкіге жалғасып жатады.